Сәлем супер көрермен. Егер өзіңіздің YouTube каналыңызда ойындарды стрим жасап, сол арқылы ақша тапқыңыз келсе, келесі кеңестерді міндетті түрде қолдану керексіз. Негізі тек ойын ойнайтындар емес, кез келген ютуберге қажетті нәрселер айтылатын болады. Сондықтан да видеоны айналдырмай, қажетті нәрселерді жіберіп алмаңыз. Видеоңызды ақшаға айналдыру үшін ең алдымен видеоңыз сапалы болу керек. YouTube'да кем дегенде мынандай 720 деген көрсеткіш болуы керек. Стрим жүргізгенде түріңіз бір шетінде көрініп тұрса, көрермендеріңіз көбірек болады. Өйткені олар сіздің эмоцияңызды көргісі келеді. Одан кейін даусыңыз анық, жарқын шығуы тиіс. Әр ойын жасайтын ютубердің өзіндік фишкасы болады. Сол секілді сіздің де өзіңіздің фишкаңыз болу керек. Біреулерінде ол ерекше даусы, біреулері ойындардағы бактарды табады, ал біреулері видеоларын прикольный етеді. Ең бастысы көрермендерді қызықтыру керек. Міне, сапалы видео дегенімізге осының барлығы кіреді. Енді ең басты сұрақ, осының барлығын жасадым, ақшаны қайдан алам деген. Өткен видеода айтқан болатын, YouTube'дан өзінен ақша табуға болады деп. Ал бұл жолы басқа жолын қарастырамыз. Ол CPA партнерка. Не екенін қысқаша түсіндіріп өтейін. Мысалы, сіз бір ютубердің видеосын қарап отырсыз. Өзінің видеосының ішінде World of Tanks атты ойынды жарнамалап отыр. Және сіз де сол ойынды ойнағыңыз келсе, астындағы ссылка арқылы өтіңіз деді. Сіз сол ссылка арқылы өтіп, ойынды жүктеп ойнайтын болсаңыз, бағанағы айтқан ютуберге ақша түседі. Ал егер де сол ойынның ішінде сіз бір танкіні сатып алсаңыз, ютуберге тағы да ақша түседі. Міне осындай кереметтіліктер бар. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бұл жай ғана бір мысал. Әр ойынның өзіндік ерекшеліктер бар. Біреулері жай ғана регистрация жасаған үшін ақша беретін болса, біреулері тек ойынның ішінде бір нәрсе сатып алса ғана ақша береді. Сіздер тек қана ойындарды жарнама жасамай, интернет-магазиндермен де жұмыс жасай аласыз. Мысалы, AliExpress. Өзіңіздің видеоңызда ойын ойнап отырып, мышкаларды, клавиатураларды, коврик, монитор, компьютерлерді жарнама жасап, астына сатып алатын ссылкаларын қоятын болсаңыз, әр сатып алушыдан сізге AliExpress ақша төлеп отыратын болады. Және ол ақша сатып алушының қалтасынан емес, AliExpress өзінің долясынан беретін болады. Осының бәрін қалай жүзеге асыратын жолдарын айтайын. Негізі CPA сайттар өте көп, солардың бірі Admitat. Қазір осыны түсіндіріп беремін. Басқаларда тура осылай жүзеге асады. Ең алдымен астындағы сілтеме арқылы сайтқа кіріп тіркелесіз. Регистрация жасауды өзіңізді білетін боларсыз. Одан кейін жоғарыда программы деген батырмаға барып, каталог программ дегенді таңдайсыз. Сол жақ бетінде фильтрлер тұр. Соларға птичка қойып отырып, өзіңізге керек платформалар таңдап алыңыз. Мысалы, біз ойындарды таңдаймыз. Және без модерация дегенді. Яғни без модерация деген енді бастап жатқан ютуберлерге және модерацияны күткісі келмейтіндерге өте пайдалы. Келесі, өзімізге ұнаған ойынды таңдап аламыз. Және мұны подключиться деген батырманы басамыз. Берілген нұсқаулықпен ережелермен келісемін дегенге птичка қойып, астына қандай жолмен жарнама жасайтыныңызды жазасыз. YouTube арқылы мысалы деп жазсаңыз болады. Одан кейін подключиться деген батырманы басасыз. Сол жақ бетте баннері деген батырманы бассаңыз, сізге қажет материалдардың барлығы тұрады. Және ең маңыздысы сіздің рефералды сілтемеңіз. Осы сілтеме копировать етіп, жоғары жақтағы инструменті деген каталогқа кіріп, шорт-линк деген батырманы басып, сілтемеңізді қысқартып алыңыз. Длинная ссылка деген жерге бағанағы ссылканы қоясыз, астындағы получить короткую ссылку дегенді басасыз. Міне, астында қысқа ссылкаңыз пайда болды. Осыны жарнама жасайтын видеоңыздың астына қоясыз, және бұл рефералды ссылка, яғни сіз сол арқылы өткен әрбір адам, сіз арқылы өткен растап, әр ойынға тіркелген адам үшін, немесе сол ойында бір нәрсе сатып алған адам үшін сайт сізге ақша аударатын болады. Ал енді AliExpress сайты арқылы ақша табу жолын көрсетейін. Программы каталог программ дегенге қайта кіресіз, оның ішінен фильтрдан интернет-магазин дегенді басасыз, AliExpress дегенге кіресіз. Сол жақ менюдан рекламный материал дегенді басып, Deep Link дегенді басасыз. Одан кейін AliExpress сайтына кіріп, өзіңізге керекті тауарды таңдайсыз. Және үстіндегі ссылканы көшіріп, қайта Admitat сайтына кіресіз. Целевая страница для трафика деген жерге бағанағы ссылканы енгізесіз. Осының астында сіздің рефералды ссылкаңыз шығады. Жоғарыда көрсеткенде сол ссылканы копировать етіп, инструменті деген жерден шорт-линкке кіріп, ссылкаңызды қысқартып аласыз және өзіңіздің видеоңыздың астына қоясыз.
тек бір тауарды емес, 10 шақты тауарды осылайша жарнама жасап, әр сатылымнан өзіңіздің еңбегіңіздің ақысын алып отыратын боласыз. Осы система бойынша ал түскен ақшаны алу үшін өзіңіздің атыңыз жазылған жердегі шестеренканы басасыз. Оң жақтағы бұрыштағы. Платежные данные деген парақшаға өтіп, добавить способ выплаты дегенді басасыз. Пайда болған анкетаға өзіңіз туралы, қалаңыз туралы мәліметті енгізесіз. Номер НДС және VAT number деген жерге өзіңіздің иніне номеріңізді жазасыз. Способ оплаты деген жерге өзіңізге ыңғайлы төлем таңдайсыз. Көбісі WebMoney таңдайды. Ары қарай создать дегенді басасыз. Енді түскен ақша сол счетыңызға түсіп отыратын болады. Егер видео ұнаса, лайктарыңызды аямаңыз. Қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіз. Келесі видеода соларға жауап беруге тырысамын. Және ұмытпаңыздар, осы тәсіл арқылы миллиондаған ақша жасап жатыр қаншама ютуберлер. Сіз де солардың қатарына кіріңіздер. Қазір заманауи интернетпен қолданатын заман. Заманнан қалып кетпеңіздер сол үшін. Миллионер ютуберлер қатарынан көріскенше сау болыңыздар.